Assalamu алейкум баршаңызға. Бүгін осындай хош елі мантысын дайындайтын боламыз. Ал ендеше сіздермен бірге дайындалу жолымен бірге бөлісетін боламын. Ол үшін ең әуелі бізге су керек болады. Суымыз суық болу керек. Одан кейін бір шай ас тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала ұнымызды дайындап, оның үстіне бір жұмыртқамызды қосатын боламыз. Одан кейін суымызды азыздан құйып, қамырымызды елеп аламыз. Қамырымызды сәл қаттылау қылып елейміз. Қамырды елеу барысында қамырымызды қатты қылып елейтін боламыз. Өйткені жаю барысында қамырымызды қатты қылып елесек, қамырымыз жақсы жайылатын болады. Қамырымызды жұқа қылып жаю үшін қатты қылып елейтін боламыз қамырымызды. Қамырымызды елеп болдық. Енді қамырымызды бетін жауып, тындыруға қойып қоятын боламыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына ең әуелі етімізді ұсақтап турап аламыз. Оның үстінен пиязымызды ұсақтап турап салатын боламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз, және де қара бұрышымызды саламыз. Жақсылап барлығын салып болғаннан кейін, жақсылап араластыратын боламыз барлығын. Мантымыздың ішіндегі етіміз тұтқыр болмас үшін кішкене су құямыз. Кішкене сұйық май құйсаңыздар да болады, сонда тұтқыр болмайды. Мінекей қамырымыз тынып дайын болды. Қамырымызды илеген кезде, илеп болғаннан кейін 1-2 басып тындырып етсек, қамырымыз жақсы тынатын болады. Қамырымызды бастапқыда ұнымызды сеуіп, осылай басып аламыз, сонда қамырымыз жақсы жайылатын болады. Одан кейін оқтауымызбен осылай сағат тілі бойынша айналдырып, қамырымызды жұқа қылып жайып шығатын боламыз. Бұл мантының ерекшелігі қамырының жұқа болуы, сондықтан қамырымызды жұқа қылып жайып шығатын боламыз. Қамырымызды бастапқыда 2 бөлікке бөліп кесіп алдық. Мынау бірінші қамырымыз. Сонда бізде 2 бөлік қамыр шықты. Қамырымызды осылай үлкен қылып, арақашықтығын үлкен қылып кесетін боламыз қамырымызды. Дәл видеода көрсетілген бойынша қамырымызды 4 бұрыш үлкен қылып кесетін боламыз. Қамырымызды кесіп болғаннан кейін салмамызды салатын боламыз. Барлығына салмамызды салып, одан кейін салмамызды салғаннан кейін жаймалап шығатын боламыз. Одан кейін әдеттегі манты сияқты қамырымызды түйіп шығамыз. Және де бұл мантының ерекшелігі осы жалпақтығында жалпақ болып түйіледі. Мінекей осылай барлығын әдеттегі манты сияқты түйіп шығатын боламыз. Барлығын болғаннан кейін қасқанымызды майлап, қайнаған суымыздың үстіне қасқанымызды қойып, мантілерімізді бетіне сұйық май жағамыз. Сонда қамырымыз жұмсақ болады. 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Мантымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.